қазіргі референдумда нақты халықтың ұсыныстарынан, халықтың қойған талаптарынан туындап отырған мәселелерді қарастырылды. Бұның маған өзіме жаныма жақын, біздің Қазақстандағы жер және жердің асты, жердің үстіндегі байлықтардың барлығы да мемлекетке емес, халықтың меншігінде деген формасы. Және де мына біздің қазіргі президент бірінші қадам жасады. Содан кейінгі президенттердің де партия қатарында болмауы, ол деген біздің жалпы еліміздің саяси партиялардың бірдей жағдайда, бірдей деңгейде халықпен етене араласуына үлкен мүмкіндік деп есептеймін. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің Батыс Қазақстан облысының тұрғындары бір ауыздан сол күні келіп, өздерінің дұрыс қадамдарын, өздерінің дұрыс таңдауларын жасайды деген үлкен сенімім бар. Ел ертең үшін болатын жақсы шешімдерге атсалысқыңыз келсе, 5 маусым күні келіп, өздеріңіздің дұрыс таңдауларын жасауымды сұраймын.